Сәлем, бұл видеода жайдарманшы Нұрболхан Шарапов айтпақшы, атың өшкір Жак Атталидің адамзат санын қысқарту теориясы туралы бар шындықты айтпақ боламыз. Сонымен КВНші Нұрболхан Шарапов та, әнші Серік Ибрагимов те Инстаграмда жариялап, халыққа да, президент Тоқаевқа да үндеу жасап жатыр. Үндеуінің мәні коронавирус өтірік, оны адамзат санын қысқарту үшін әдейі жасаған деген пайымын айту. Әншейінде сенбеймін деп дау шығаратын ағайын қайдан естіп алғанын қайдам интернетте тарап жатқан осы бір қауесетке сеніп алыпты. Желіде аты аталып сұмдық масон делінген Жак Аттали кім? Ол бірінші кезекте Франция президенті Франсуа Миттеранның кеңесшісі болған адам. Сосын Еуропа қайта құру және даму банкін басқарған екен. Жалпы алғанда француз экономисі, банкир, саяси қайраткер және жазушы. Ал оны вакцинаға қарсы заговорға сенетіндер масон дейді, иллюминат дейді, жаһанданудың фанат идеологы дейді, Билдерберг клубының мүшесі дейді, айтуыр таппайтындары жоқ. Жақсы, екі тарапқа да ұнайтын сипаттамасын жасап, Жак Атталимен әбден танысып алдық. Енді аргументтерге көшейік. 1981 жылы ол болашақта әлемдегі халықты қысқартудың жолын іздейтінін айтты деген ақпарат тараған. Бұл айтты деген сөз французша сөйлеп отырған видеомен де және мәтін күйінде сурет арқылы берілген иллюстрация арқылы да жарияланып жатыр. Бірақ видеода аудармашы оның нақты не айтып жатқанын естіртпей үстінен дубляж жасаған, яғни орыс тіліне. Яғни не? Бұның өзі дұрыс дереккөз дегенді әсте білдірмейді. Бұны бір деп қойайық. Әрі қарай кеттік. Оның айтуынша адам санын қысқарту 60-65 жастан асқан қарттардан басталадымыз. Кейіннен қоғамға еш пайдасы жоқ, әлсіз, қажетсіз және ақмақ адамдардың азаюы болады дейді. Сол даулы жазбаларда Жак Атталидің өзі бұл туралы журналист Мишель Соломонмен сұхбат кезінде айтқаны, ол кейіннен өмір болашағы кітабында жарияланғаны айтылады. Бұған сене салуға бола ма екен? Жалпы мұндай сөзі бар ма? Кітапты қолға алып, ашып қарай салуға болмас па екен дейсің ғой. Жак Атталидің кітабында мұндай сөз жоқ. Қызық па? Журналист Мишель Соломонға берген сұхбатында ол әлемде адам саны азаюы мүмкін екенін ғана айтқан. Бірақ қалай айтқан? Осыған тоқталып өтейік. 60-65 жастан асқан адам өндіргеніне қарағанда көп өмір сүреді. Сондықтан қоғамға пайдасы жоқ. Алайда индустриалдық қоғам мақсаты өмір жасын ұзарту емес, сол қоғамда адам өмірін барынша жақсартып, денсаулығына шығын көп жұмсалмайтын қоғам жасау болмақ дейді. Ойын фейк жасаушылар сияқты құрастырып айтпағанын айтты десек, әрине ол масон, ол иллюминат болады да қалады. Ал егер нақты мәнін түсінсек, ол қоғамда ешкімге қажеті жоқ, пайдасыз қарттарды жасағанша, сол қарттар ештеңеге мұқтаж болмайтындай қоғам қалыптастырайық деген альтруистік ойды айтады. Бомба ма? Келесі азат жолына тоқталайық, ол онда былай деп пәлсапасын айтады. Қоғам көзқарасы бойынша адамзат жағдайы тоқтаусыз нашарлай бергенше тоқтап қалғаны жақсырақ көрінеді. Екі-үшті пікір ғой. Өзім социалист ретінде өмірді ұзартуға қарсымын дейді. Себебі бұл жалған проблема депті. Осы арқылы пәлсапасы адам санын қысқартуды емес, адам өмірін мәңгілік етуге талпыныстың өзі ойға қонымсыз әрекет екенін, қолдан жасалған проблема екенін айтып отыр. Мысалы, сол Соломонға берген сұхбатында Жак Атталиге мынандай бір сұрақ қойылыпты. Болашақта 120 жасқа дейін, адамзат 120 жасқа дейін өмір сүре ала ма депті. Сөйтсе Аттали бұған болашақта эвтаназия құрал болатынын, бірақ ол қарттарды өлтіруді жақтамайтынын кесіп айтқан. Бұл Жак Атталидің өзі сол пәлсапа қуып кеткен, ғылым түбіне жеткен адам сияқты ғой негізі. Жалпы контекстпен қарамасаң түсінбей қаласың. Ал 120 жасқа жетуге бола ма десе, эвтаназия мен қарттарды өлтіру әдетке айналады дейді. Бірақ мен оны қолдамаймын дейді. Сұрақ басқа, жауап басқа. Осы жерден бір шикілік байқауға болады. Немесе бұл жағдайға контекстпен қарау керек. Сосын не дейді? Жак Атталиге біздің КВНшіктер мен әншілер ғана қарсы шығып жатқан жоқ екен. Францияда біреулер оны эвтаназияны қолдадың, яғни сен қарттарды өлтіруге дайынсың деп айыптаған. Сөйтсе Жак Аттали сол айтқан сөзімді тауып бер шал депті. Таба алмаған соң Аттали оны сотқа беріп, түбінде жеңіп шықты. Енді қызықтың өзіне келейік. Жак Аттали жақында Франциядағы атақты Франс Пресс агенттігіне сұхбат берген.
Фейсбукте адам санын қысқарту туралы айтқан видеосы таралып жатыр деген қауесетке ол былай деп жауап қатқан екен: толықтай ойдан шығарылған және айтқан сөзіме әлдекімдер әлдеқандай мән қосып басқа мағынада пайдаланып кеткен дейді. Тоқ етерін айтайықшы, пәлсапа қуған француз жазушысының екі ұшты сөзін ақиқат көруге әсте болмайды. Тіпті сол Нұрболған Шарапов таратқан суреттер компьютер экранынан түсірілген ғой, ойлап көріңізші. Сонда қайдағы біреулер бөтен мүддемен осылай жазып, фейк сайттарға жариялап, соны суретке түсірсе, соған сене салу керек па? Енді КВНші, жайдарманшы Нұрболған Шараповтың өзіне тоқталайық. Өзіңе айтарым, Жан Атталидің не айтқысы келгенін, қалай, қандай оймен, қайда айтқанын дәл осылай мен сияқты тізбектеп саған ешкім түсіндіріп отырмайды. Қолын бір сілтейді де қоя салады. Сондықтан вакцинаны жамандайтын, коронавирусты жоқ дейтін, оған сенбеуге шақыратын иесіз әрекеттерді қоя салу керек шығар. Ал көрерменге айтарым, бұл менің Ақылтай деген арнам. Бұл арнада осындай бір қоғамдағы келеңсіз жайттар, жаңалықтар туралы сіздерге айтып, өзімнің ойымды, шолуымды жариялап отырамын. Келіспейтін тұстарыңыз болса, пікірге жазыңыз, дизлайк қойыңыз. Келісетін тұстарыңыз болса, лайк басып, қолдау білдіріңіз, пікірге жазыңыз деген сияқты. Бәрі өз қолыңызда.